оқу инемен құдық қазғандай деген бұрыннан келе жатқан сөз бар. Ол оқудың нағыз еңбекпен, табандылықпен, талаппен келетін нәтижені көрсетеді. Сондықтан сіздер осында шақырылғандар өздеріңіздің біліміңізбен, білімге деген құштарлықпен сол ерінбей таңнан кешке дейін осы мұғалімдердің айтқанын істеп, өздеріңіз қосымша даярлықтарыңызды көрсеткен нәтижесінде осындай жетістікке жетіп отырсыздар. Талай олимпиадалардан, талай осы қалалық, республикалық және әлемдік дәрежеде халықаралық жарыстардан қорықпай өздеріңіз барып, осы білімдеріңізді шыңдап, жақсы жеңімпаз атандыңыздар. Сол құтты болсын сіздерге. Государство создает все условия для того, чтобы наши школьники, особенно старшие классы, выпускные классы, вот вы готовитесь сейчас поступать в высшее учебное заведение, хотите выбрать себе профессию, и в целом, чтобы в школах качество образования не пострадало. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы у вас были условия, для того, чтобы могли учиться, получать знания, повышать уровень своей квалификации по тем или иным предметам. Халықаралық республикалық олимпиадалардан орындар алғам. Сол үшін бүгін Нұрсұлтан қаласының әкімі мені осындай марапаттауға шақырған болды. Жасөспірімдер арасында Балқан олимпиадасына қатысқам, Азия Тынық мұхит олимпиадасы, халықаралық республикалық олимпиадаға қатысқам. Республикалық олимпиададан алтын медаль, Жалтыков Азия Тынық мұхиттан 2-ші орын, және де жасөспірімдер Балқан олимпиадасына 3-ші орын. Алда оқу орнына түсу, әрине де жоспарымда. Одан кейін осы оқу орнын бітіріп, болашақта өз ісінің жақсы маман болып шығу.